Ержүрек батырлар, барлық турбозаврлар, көмекке шақырсаң жаныңнан табылар демек. Достарың қасыңда, еш қамықпа, қиын жағдай болса, сен қорықпа, турбозаврлар, ерекше батыл турбозаврлар, көмекке шақыр турбозаврлар. Қорықпаймыз барда қосай, ұшып сен самға, қаттырақ айғайла турбозаврлар. Турбозаврлар. Қазына арала. Қауіпті сәт, соққы. Гол! Тоқтаңдар, олай болмайды. Қане, Буль, сен мына жерге тұр. Ал сен Трак, оның үстіне шық. Қанекей. Енді біреуің мені көтеріңдерші. Алға. Алақай, еменді абардажға алдық. Қайда алдық дейсің? Абардажға, қарақшылардай. Қарақшылар ма? Ол теңіз қарақшылары. Көңілді. Олардың тіпті байрағында көңілді Роджер деп жазылған. Қараңдар. Оған қоса қарақшылардың қазынасы болады. Қазыналарын жасырып қояды. Сөйтіп оны карта арқылы табады. Мен де бір қазына тауып алсам ғой. Кеттік. Ертең Петяның туған күні. Сыйлыққа байланысты бір ойын бар. Тек сендер тыныш. Туған күнің мен. Үстелдің үстіне не тауып алғанымды қараш. Карта. Онда қазына орны белгіленіпті. Желмен ұшып терезеден кірген ғой деймін. Мәссаған, қандай керемет. Айдаһарларды шақыру керек. Иә, сөйтіп қазынаны іздейміз. Нағыз теңіз қарақшылары секілді. Алақай! Қанеке, мұнау бір түп тікен. Үш саусақтай солтүстікке жүру керек. Сосын сол жерден құрғақ ағашты табу қажет. Соның астында қазына бар, түсінікті ме? Күннің саусақтарындай. Менің. Сенікімен жарты болады. Қане, кеттік, алға! Турбозаврлар, алға! Әлгі түп ағаш қайда? Ой, міне ол. Енді менің жарты саусағымдай солтүстікке қарай. Құрғақ ағаш. Мен оны көріп тұрмын. Міне ол жер. Осы жерді қазу керек. Бір нәрсе бар сияқты. Аха, ол қазына. Бұл не? Тағы бір карта ма? Мұнда тағы бір қазына көрсетілген бе? Ендеше оларды салыстыру керек. Түсінікті. Тоқтай тұр. Ал мұнда не бар? Бәрі білінді. Сені қуантқымыз келген еді. Ал енді қазынаны қалай табамыз? Оны қайда көмгенімізді өзімізде ұмытып қалдық. Тек көлдің ортасында екенін білеміз. Демек, мұны сендер ойластырған екенсіңдер ғой. Еш нәрсе етпейді. Картаның керегі де жоқ. Онсыз да табамыз. Бәріңіз кірісіңдер. Мен де дайынмын.
Мәссаған, арал! Кәдімгі арал! Оны кеше біз жасағанбыз. Тосын сый. Қазынамыз да соның бір жерінде. Қазір табамыз. Анау жерді қаз. Қап, ол қазынаны ешқашан таппайтын шығармыз. Ой! Бұл мен ойлаған нәрсе ме? Ой! Қазына! Қазынаны таптық! Туған күніңмен. Алақай, мәссаған теңіз қарақшының киімі. Енді нағыз теңіз қарақшыларының тобы болдық. Пиастрлар. Абардашға! Турбозаврлар. Мынау Құтқару тоқтауға болмайды оқиғасы. деген белгі. Бұл белгі тұрған жерге машина қоюға болмайды. Қалғандары қайда? Жол ережесін бәріңе үйретемін деп едім ғой. Қайда кетір дейсің? Қазір келетін шығар. Көмектесіңдер! Сұмдық жағдай болды. Құтқарыңдар. Зер, не болды? Тыныш. Зер, не болды деймін? Айтпақшы, До қайда жүр? Соны айтқым келген. Оны ұрлап кетті. Қалаға барған ет, сол жерден алып кетті. Ол мына белгінің не екенін білмеген ғой. Жай көлік сияқты алып кеткен. Тынышталыңдар, барлық қиындықтың шешімі болады. Бізге жол көрсет, Зер, турбозаврлар алға! Тоқта, ал тракши? Қаланың ішінде робот көзге түсіп қалады ғой. Трак бізбен бірге барады. Көрде тұр, оны ешкім байқамай қалады. Осы арадан бір нәрсе көрген сияқты едім. Ал керек болса. Доның қайда екенін нақты біліп алуымыз керек. Зер! Бара жатырмын. Осында екенсің ғой. Әрең таптым ғой. Табалды, ұрлап кетті. Енді не істеймін? Сабыр сақта, До. Менің екінші атым супер құтқарушы. Уәде берем, көп ұзамай бостандықта боласың. Бізді ешкім байқамай қалды. Тракты түсірейік. Ой, мына жер қандай тар еді. Доны таптым. Ол екінші қабатта екен. Ол тұрған жақтың қабырғасын бұзу керек. До сол жерден ішке кіреді. Содан кейін ол жерде ешкім байқамайтындай қайтадан жасап қоям. Ол екінші қабаттан қалай түседі? Мұнда баспалдағы жоқ. Қолымыздан келмейді. Соны да сөз деп таптым. Бұзылған жерге төмпешік жасаймыз. Ал До сонымен сырғанап түседі. Міне, қараңдар. Керемет. Трак, До тұрған жақтың шатыры мен қабырғасын ал. Анкей, кедергі болмас үшін сен оларды бір шетке шығарып қой. Тор, Бул, сендер төмпешік тегіс шығу үшін ойықтың астына құм төге беріңдер. Ал мен не Сен істеймін? жан жақты бақылап, бізге хабар беріп тұр.
Біреу келе жатыр. Тағы құрылыс жүріп жатыр ма? Қазын іздеп жатыр ма? Қаза береді екен, тү! Кетті ме? Шыға берейік пе? До, дайын ба? Иә, Осылай, жарайсың. Сол жаққа, оң жаққа. Ал енді қабырға мен шатырды орнына қойып, құмды тегістеу керек. алақай, үйге барам. Достар, сендер болмағанда не істер едім, а? Дос деген басыңа қиындық түскенде керек. Бірақ келесі жолы мына белгінің жанынан тоқтама. Бұл қандай белгі? Ай, саған жол ережесін үйрету керек екен. Көп жүзіне ереже керек емес. Ой! Турбозаврлар. Құпия 1, 2, орман. 3, 4, 5. Іздеуді бастаймын. Тор, Буль, Анки, Зер, До, Трак және Катя. Жасырынбай қойыңдар, сендерді тауып алдым. Ипполит қайда жасырынды екен? Ипполит, қайдасың? Қандай қызық ағаш. Балалар, мұнда не істеп жүрсіңдер? Біз бе? Жасырынбақ ойнап жүрміз. Таңғаларлық, өте қызық. Енді кімнің іздейтін кезегі? Дрон ұшырып, орманымызда қандай құпия жағдайлар болып жатқанын көрейін. Қай жерін басу керек еді? Ой! Ой! Тоқта дейм! Қайда барасың? Ай! Таптым, осында кетсің ғой, сені іздемеген жерім жоқ. Қызық, Зер қайда жоғалып кетті? Ол жоғалған жоқ, ол кеттеліп қалды. Оған көмектесуіміз керек. Шыда, Зер, қазір саған көмектесеміз. Сонымен батареясын ауыстыру керек қой дейм. Әлде серіппесін бе, әлде тегершігін бе? Мүмкін бәрін алмастыру керек шығар.
траекториясын дұрыс есептемеппін. Сабыр сақта, қазір зерді босатамыз. Шетке тұрыңдаршы, өтінем. Басым бір түрлі айналып кетті. Шамалы отыра тұруға бола ма? Тағы біреу осылай құласа, бұлай қатты құламаса, ә? Біздің ісіміз неге өнбей жатқанын мен білем. Себебі таңғы ас ішпедік қой, содан ба? Өйткені бәріміз бірге емес, әрқайсымыз жеке-жеке әрекет етіп жатырмыз. Менде бір ой бар. Турбозаврлар, алға! Мына жерді қазамыз, бірақ гүлді анау жаққа көшіру керек. Трак, ана жаққа тасы. Қане, Торға көмектесейік. Тор, шөміш қажет. Тереңірек қаз, Тор. Анки жебен шығар, смарқан қажет. Кеттік, до. Карта бер. Бұл зер емес қой. Ал шырша аласа болған сияқты еді. Қашқып қолға түстік бе? Сендер тағы да жасырынбақ ойнап жүрсіңдер ме? Иә. Эй! Зер. Айтсам сенбейсіңдер, басымнан қызық оқиға өтті. Былай болды. Турбозаврлар. Ғарыштық бадминтон. Бәстесесің бе, үлгермейді. Жоқ, бәстеспейміз. Үлгермейді ау. Бұлай ойнамайым, бұл әділетсіздік. Ұшып келе жатыр. Ұшып келді. Мінекей. Бұл не өзі? Дақ сияқты. Алманы суретке түсірдің бе? Бұл алма емес. Телескоппен көрдім де, сендерге шығарып әкелдім. Бұл өзі неге ұқса? Үлкен метеорит екен айдан анық. Әжейдің бақшасына қарай ұшып келе жатыр. Оны қайдан білесің? Міне дақ. Ол алмаға ұқсайды. Әрі көлемі де алмадай. Сонымен әжейдің алмалары қайда өседі? Бақшада. Демек метеорит сол жерге құлайды. Қап, әжейдің бақшасында ең үлкен асқабақ. Ал метеорит оны... Әжей қатты ренжитін болды ғой. Оны құтқару керек. Әжейді ме? Асқабақты тездетейік. Құтқару туралы қандай жоспарымыз бар? Тоқта, мен білем. Метеоритті сақпымен атып түсіру керек. Жоқ, тегіз алмаймыз. Оны орманға, қақпанға алдап түсірсекші. Метеоритті ме? Ол тас қой. Оны қалай алдайсың? Ірімшікпен бе? Егер үлкен желдеткіш құрастырсақ,
сөйтіп метеоритті көлге құлатсақ қалай? Не істеу керегін түсіндім. Менімен бірге жүріңдер. Ойлап таптым. Үлкен зақпыға ұқсайтын бір нәрсе жасау керек. Сөйтіп, метеоритті атып түсіреміз. Дұрыс! Міне, мынандай үлкен тор қажет. Оны бақшаның үстіне керіп қоямыз да, метеорит ұшып келгенде ұстап аламыз. Қанекей, алға, тор іздейік. Торды көрдім, көлдің маңында. Алақай, кеттік! Қане, осы маңға бәрін қазып көшірейік. Сөйтіп, метеоритті тұзаққа түсіреміз. Табылған ой! Бұл жерге не істеп тастағансыңдар? Әжей қазір дүкеннен оралады. Ал мына жер шашылып жатыр. Бір қарағанда шашылып жатқандай көрінеді. Бірақ дұрыстап қараса. Бәрін өз орнына қойыңдар. Әйтпесе, әжей ренжейді. Реттелген сияқты. Тезірек торды тарту керек. Петяның жоспарымен жүреміз. Себебі метеорит әне-міне дегенше ұшып келуі мүмкін. Оңға қарай, енді солға қарай. Бәрі дайын сияқты. Метеоритті қарап қойш. Тоқта, линзаны сүрту керек. Міне, мына жерге бақпақтың үпелегі жабысы қалыпты. Ой, метеорит жоғалып кетті. Меніңше ол жай ғана үпелек болған сияқты. Бүгін метеорит ұшпай ма? Ой! Қазір ұшып келеді. Оны ұстаймыз ба? Аға. Иә! Ой, тезірек! Оңға, солға қарай. Маған қарай, маған қарай. Тоқта, бер қарай. Метеориттің өзі де келді. Турбозаврлар. Егіз. Жымқырып кетті, ұрлап кетті. Тезірек құтқару керек. Анки, түк түсінсен бұйырмасын. Кімді құтқару керек? Кімді ұрлап кетті? Торды. Оны қалаға алып кетті. Оқиға былай болды. Бұл жер маған ұнамайды. Тас жол тым жақын. Бізді аяқ асты адамдар көріп қойса ше. Анаған қара. Сәлем, менің атым Тор. Ал сен кімсің? Бұл жерге қалай келдің? Ол үшін айдаһар емес қой. Жай ғана бояп қойған фигура. Қайда? Жоқ, ол емес. Ой, міне ол. Тор дер кезінде көлікке айналып кеткенде бәрі жақсы болар еді. Бірақ адамдарды көріп сасып қалды. Сөйтіп ол тұрған орында қатып қалды. Бір нәрсені түсінбей тұрмын. Бұған ұрлықтың қатысы қанша? Мәселе сонда, До. Оны әлгі басқасы екен деп ойлап қалды. Өтірік айдаһар екен деп ойлады. Қалада көңіл көтеруге арналған саябақ ашып жатыр. Сол жерге әртүрлі мүсіндерді тасыған кезде біреуі жүк көлігінен түсіп қалған. Енді Торды соның орнына алып кетті. Түсінікті. Оны құтқару керек. Саябаққа іздеп барайық. Турбозаврлар, алға!
Біз барлап қайтайық, ал сендер бізді саябақтың жанында күтіңдер. Неге кешігіп жатыр екен? Қараш, ол үшін Айдаһарға онша ұқсамайды ғой. Түк те ұқсамайды. Әне ол. Сендер де ашылуын көруге келдіңдер ме? Айтарлықтай көретін еш нәрсе жоқ. Айдаһарлар болады деп еді. Бірақ олар түк те қорқынышты емес. Бұл не? Бұлар не? Айдаһардың киімін киген адамдар ғой. Бұл жерден кетейік. Құтқарыңдар, бүкіл денем ісіп кетті. Түскі асты да ішкем жоқ. Қимылдай аласың ба? Жоқ, мені цементпен қатырып тастаған. Мүмкін емес еш нәрсе жоқ. Бір жоспарым бар. Саябақ анау жақта, ал біз мына жердеміз. Анки, тракты көтеріп, оны ауамен көшіре аласың ба? Сосын ол торды тұғырдан босатып алсын. Әрине. Болды онда. Қараңғы түскенде торды босатып, оның орнына Айдаһардың мүсінін қоямыз. Алдымен оны тауып алып келу керек. Оның қайда жатқанын білем. Сендерді де сол жерге апара алам. Анки, Айдаһардың қайда екенін ұмытып қалдың ба? Ұмытқан жоқпын. Тек есіме сақтап алмаппын. Тыныш, біреу келе жатыр. Осы орманда бір нәрсе дұрыс емес екенін сезуші едім. Енді анық көзім жетті. Мұнда айдаһарлар өмір сүреді екен. Бірақ ол Айдаһар емес. Ол жай ғана мүсін ғой, Степан ата. Демек мүсін екен ғой. Ал мен ойласам. Бұл, сен Анкиге алаңды тегістеп бер. Дайын болған кезде Анки саябаққа тракты көшіреді. Трак, сен торды босат. Сосын Анки саябаққа егізін көшіріп алып келеді. Оны тұғырға қойда, Анки тор екеуіңді бір-бірден кері қарай тасиды. Турбозаврлар, алға! Маған саябақ ұнап қалды. Бұл жерге тағы келетін шығармын деп ойлаймын. Тек менсіз. Бұл жерде жәдігер болып тұрғаным да жетер. Рахмет, достар, мені құтқарып қалдыңдар. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2021 жыл.